тригонометриялық теңдеулер жүйесі. Оларды мүшелеп қосқан және көбейткен тиімді болады. Сонда біз формуланы аламыз. Яғни мен оларды бірден жазайын. Яғни қосқанда бізде синус x плюс y-ті аламыз. Ол бізде минус 4-тен 3-ке 4-тен 1-ге қосқанда минус 4-тен 2 немесе минус 2-тен 1. Екінші жағдай бірін-бірі мүшелеп азайтсақ дәл осылай, бізде онда синус x минус y-тің айырмасын береді және оларды азайтқанда минус 4-тен 4 немесе минус 1 шығады екен. Енді бұл есепті шығару үшін біз жалпы мына аргументіміз бізде x минус y тең, екінші жағдайда x минус y, x плюс y тең. Енді біз бірлік шеңбермен есепті анықтап көрейік. Мен мына жаққа жазайын. Яғни бізде мына синус өсі, бізде минус 2-ден 1 ол 0 осы жерде, минус 2-ден 1 ол осы тұста. Яғни бұл жерде екі мәннің радиандық мәндері минус пи бөлінген 6, мына жақта 7 пи бөлінген 6-ға тең. Яғни минус 2-ден 1-де осы екі мәнді қабылдайды. Ал екінші жағдайда синус x минус y минус 1 ол мына нүктені қабылдайды. Яғни ол минус пи бөлінген 2. Енді біз осыны жазайық. Яғни x плюс y менде минус пи бөлінген 6 плюс 2 пи n. Және екінші жағдайда менде x плюс y 7 пи бөлінген 6 плюс 2 пи n-ға тең. Енді әрқайсына да теңдеуді біріктіретін x минус y деген жауап сәйкес келеді. Ол минус пи бөлінген 2 плюс 2 пи n. Осы жағдайда да минус пи бөлінген 2 плюс 2 пи n. Бұндағы бүтін сандарымыз. Енді біз екі жүйені бөлек-бөлек шығаруға тура келеді. Енді біз x пен y-ті табу үшін екі теңдеуді бір-біріне қосып жіберейік. Қосатын болсақ, бізде 2x береді, y-тар жойылып кетеді, және олардың әрқайсысын 2-ге бөлеміз содан кейін. Бірінші қоса алайық. Біз ортақ бөлімге келтіргенде минус 4 пи бөлінген 6, яғни минус 2 пи бөлінген 3. Қосылған 2 пи n, жалпы түрде мен 2 пи n жазалған бұны. Яғни екеуінің де периоды 2 пи n-ға тең. Дәл осылай екінші жүйені де қосайық мүшелеп. Біз 2x-ті аламыз, ортақ бөлімге келтіретін болсақ, 4 пи бөлінген 6, бұл бізде 2 пи бөлінген 3. Плюс тағы да 2 пи n. Енді x-ті табу үшін мен әрқайсысын 2-ге бөліп жіберем. Сонда минус пи бөлінген 3 плюс пи n. Бұл біз x бірінші жауап. X екінші жауабымыз екінші жүйеден 2-ге бөлсек пи бөлінген 3 плюс пи n шығады. Енді келесі мәселе y-ті табу қалды. Енді y-ті табу үшін мен осы жерге қойсам болады. Осы жерге қойсам болады. Яғни y1. Минус пи бөлінген 6-дан, минус пи бөлінген 6 плюс 2 пи n-нен мұна мәнді азайтамыз. Бірінші жазайын мен. Минус пи бөлінген 6 плюс 2 пи n. Минус, яғни азайтқанда бізде пи плюс пи бөлінген 3, азайтылған пи n. Так, осыны мына жаққа жалғастырайық. Біз мына екі ортаны бөліп қояйық. Енді ортақ бөлімге келтіреміз. Минус пи бөлінген 6, мына жақта 2 пидан пиді аламыз, пи бөлінген 6, енді мына жақта плюс 2 пи n азайту пи n. Бұл бізде пи к деп жалпы түрде алайық, к бүтін сан. Яғни бірінші жауабымыз минус пи бөлінген 3 плюс пи n және пи бөлінген 6 плюс пи к, n мен к бүтін сандар. Екіншіде біз дәл осылай бірінші теңдеуге қоямыз. Яғни y екіншінің жауабы 7 пи бөлінген 6 плюс 2 пи n минус x-ның жауабын азайтамыз. Пи бөлінген 3 минус пи n. Ары қарай бізде ортақ бөлімге келтіреміз. 5 пи бөлінген 6 екеуінің біріккен жауабы плюс пи к десек болады. К тиісті z. Шешімін жазайық. Яғни пи бөлінген 3 плюс пи n, x-ның жауабы, y-іміздің жауабы 5 пи бөлінген 6 плюс пи к. Бұл жердегі n мен к бүтін сандар.